Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Химия фармацевтикалық өндірістің процестері мен аппараттары 1 пәні бойынша кезекті дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сұйықтарды тасымалдау, сорғылар. Қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз: сорғылардың анықтамасы және жіктелуі, сорғылар жұмысының негізгі параметрлері, сорғылық қондырғы, олардың жаңағы негізгі параметрлері, конструкциялары, сорғылардың конструкциялары, олардың желіге жұмысы қарастырылады. Ең алдымен сорғы ұғымына анықтама берейік. Сұйық ортаның ағынын туындататын кез келген гидравликалық машиналарды машиналар мен аппараттарды біздер сорғылар деп атаймыз. Гидравликалық машиналар бар. Сұйық ортаның ағынын туындататын гидравликалық машиналар мен аппараттарды сорғылар деп айтамыз. Енді олардың жіктелуі мына схема бойынша көрсетеміз. Мына схема бойынша. Жалпы сорғылар екі түрге бөлінеді. Көлемдік сорғылар және динамикалық сорғылар болып. Көлемдік сорғылар және динамикалық сорғылар болып. Енді олар жаңа өз несі бойынша, әрекет ету принциптері бойынша бөлінді. Оның әрқайсысы динамикалық сорғыларымыз, көлемдік сорғыларымыз, жұмысшы бөліктерінің қозғалу түрлері бойынша, әсер етуі бойынша, олар бірнеше түрлерге тағы да бөлініп жатады. Осыларға қысқаша анықтама берейік. Динамикалық сорғыларда тұйықталмаған көлемдегі сұйыққа күштің әсері кезінде сұйық тасымалданады. Тұйықталмаған көлем сорғыға кіру және шығу қуыстарымен үздіксіз жалғасқан. Мысалы есебінде ортадан тебу сорғысын айтуға болады. Көлемдік сорғыларда сұйық тұйықталған көлемнің мезгіл өзгеруі кезінде тасымалданады. Бұл кезде тұйықталған көлем сорғыға кіру және сорғыдан шығу қуыстарымен кезек жалғасады. Мысалы, піспекті сорғыларды айтуымызға болады. Енді қалақты сорғыларды алайық. Қалақты сорғыларымыз, жаңағы динамикалық сорғыларымыз тағы да бөлінеді. Сорғыларда энергия сұйыққа жұмысшы доңғалақтардың айнала аққанда беріледі. Немесе жұмысшы доңғалақтарға энергия беріледі. Олардың бетінде қалақтары бар. Сол қалақтар сұйыққа өзінің энергиясын береді. Сөйтіп сұйық энергия алып, бір нүктеден екінші нүктеге тасымалданады. Сорғылардың тағы бір түрлері үйкелу сорғылары. Сұйық үйкелу күштері әсерімен тасымалданады. Жұмысшы бөліктердің ілгерілемелі кейінді қозғалуын арқылы тасымалданғанда біздер поршынды сорғылы немесе піспекті сорғылар деп атап жүрміз. Роторлық сорғылар бар. Роторлық сорғыларды, ротор дегеніміз айналу деген ұғымды береді, латын тілінен аударғанда. Жұмысшы бөліктер айнала қозғалғанда сұйыққа энергия береді. Бұл кезінде, ротор болған кезінде айналады, айналып шибір айналуы мүмкін, тісті доңғалақтар айналуы мүмкін. Сол сияқты жұмысшы бөліктер айнала ағып жатады. Бұл жаңағы сорғылардың жіктелуі. Сорғылар жұмысының негізгі параметрлеріне олардың өнімділігі, куб әрпімен белгілейміз, өлшем бірлігі метр куб бөлінген секунд болады. Сорғының айдау құбырына уақыт бірлігінде беретін сұйық көлемімен анықталады. Бұл енді сорғының өнімділігіне. Сорғының тегеуріні немесе оның жаңағы сұйыққа беретін қысымы деп айтсақ болады. Тасымалданатын сұйықтың салмақ бірлігіне берілетін энергиямен сипатталады. Әдетте тегеурінді H әрпімен белгілеп, метрменен жаңағыны өлшеп жатады. Тегеурін дегеніміз 1 килограмм тасымалданатын сұйықты оған сорғы берген энергия көмегімен көтеруге болатын биіктік шамасын айтуға болады. Сонан соң қуат. Қуат бұл жаңағы неге сорғының білігіне берілетін қуат. Қанша энергия шығынын анықтап білуіміз керек. Бұл жаңағы пайдалы қуат деп бөлінеді. Сорғының білігіне берілетін қуат, қозғалтқыштың тұтынатын қуаты және
қондырылған қуатты ажыратып жатады. Бұл жерде пайдалы қуат дегеніміз ненің сорғының неге сұйыққа беретін қуатын айтады. Сұйыққа беретін қуатын. Ал енді сорғы білігіне берілетін қуатымыз пайдалы қуаттан не көптеу болады. Бұл кезде үйкелуге шығындалатын энергияларды, мойын тіректерге шығындалатын энергияларды қоса есептеуіміз керек. Қозғалтқыш тұтынатын қуатты бұл жерде гидравликалық, механикалық, көлемдік жаңағы кедергілерді есептеуіміз керек болады. Енді қондырылған қуат әдетте тұтынатын қуаттан үлкендеу болады. Өйткені біздердің жаңағы кездейсоқтық факторлардың әсерінен сақтану үшін қондырылатын қуатты әдетте тұтынатын қуаттан 1,5-2 есе үлкен етіп алғанды дұрыс көреміз. Енді төртінші бір негізгі параметрлеріне сорғының пайдалы әсер коэффициенті. Сорғының пайдалы әсер коэффициенті. Сорғы конструкциясының жетілгендігін және эксплуатациялау тиімділігін сипаттайды. Оның жаңағы пайдалы әсер коэффициентіміз 0 мен 1-дің арасында жатады. 1 болған кезінде барлық энергиямыз, берілген энергияның бәрі сұйыққа беріледі. Ол енді мүмкін емес қой барлық уақытта берілуі. Сондықтан жобалап айтсақ болады. Ортадан тебу сорғыларында пайдалы әсер коэффициентіміз 0,6-0,65 шамасында. Ол дегеніміз не? 60-65% ғана берілген энергияның сұйыққа беріледі, қалғаны шығындалып үйкелуге, көлемге, гидравликалық, көлемдік, сосын тағы да сорғының өзінің ішінде мойын тіректеріне үйкелуге шығындалып кетіп жатады. Ал піспекті поршынды жаңағы сорғыларда оларда пайдалы әсер коэффициенті жоғары 0,8-0,9. Былайша айтқан кезінде 80-90% энергияның беріледі деген сөз. Сондықтан әдетте қолданған кезде поршынды жаңағы сорғыларды пайдаланған дұрыс, пайдалы әсер коэффициенті жоғары. Алайда олардың конструкциялары күрделі болғандықтан қарапайым түрі ортадан тебу сорғыларын жиі пайдаланып жатады. Енді сорғылық қондырғының схемасын немесе тәсімін деп айтамыз, тәсімін қарастырып көрейік. Мынау төменде бірінші ыдыстан, сыйымдылықтан, бірінші ыдыстағы сыйымдылықтан, қабылдау сыйымдылығы деп айтамыз, бұл жаңа сыйымдылық. Сұйықты алып, екінші ыдысқа не бөлуіміз керек? Оны тегеурінді ыдыс сыйымдылық деп атаймыз. Ыдысқа сұйықты жеткізіп беруіміз керек. Ол үшін ортада не тұр? Сорғы қондырғысы тұр. Сорғы тұр. Сорғының алдында вакуумметр, өйткені сорғы сорып жатқан кезде қысымымыз төмендейді. Вакуумметр атмосфера қысымнан төмен қысымды өлшейтін. Сорғыдан кейін манометр тұрады. Бұл өйткені ол жерде қысымымыз атмосфералық қысымнан жоғары болады. Сонан соң әдетте сорғыдан кейін не қойылады? Кран қойылады. Сонан соң қабылдау сыйымдылығында, бірінші қабылдау сыйымдылығында бұнда не қойылып жатыр? Сүзу қақпақшасы. Немесе бұны кері клапан деп айтады. Кері клапанмен біріктіреді. Сүзу қақпақшасы біріншіден сұйықтың арасындағы ірі бөлшектердің сорғыға барып оны бұзбауына, екіншіден сорғының жаңағы қай уақытта болмасын жұмыс істеуге мүмкіндігі болу үшін кері клапан орналастырылып жатады. Мынау үшіншіміз, белгілеп қойған үшіншіміз, бұл сорғымыз. Бұл үшіншіміз. Сору сыйымдылығынан, қабылдау сыйымдылығы деп аталған, сыйымдылығынан сұйықты сорып алып, сорғымыз. Сөйтіп, екінші ыдысқа, тегеурінді сыйымдылыққа не беріледі? Сұйығымызды беріп жатамыз, көтеріп жатамыз. Сол кезде сору биіктігін, сонан соң айдау биіктігін ажыратып жатады. Сору биіктігі деген немесе қабылдау сыйымдылығындағы сұйықтың деңгейінен сорғыға дейінгі биіктікті алады. Олар енді әдетте біздің жер жағдайында 8 метрден аспауы керек. Ең ары кетсе, теория бойынша 9,8 метр, бірақ үйкелуге неге бәрі шығындала есептеліп келгенде 8 метрден аспауы керек. Сонан соң
айдау несі биіктігі бар. Айдау биіктігі дегеніміз сорғыдан айдау сыйымдылығындағы немесе тегеурін сыйымдылықтағы сүйектің биіктігіне дейінгі биіктік. Бұл биіктікті ол сорғының несі конструкциясы шешіп жатады. Әдетте ол жаңағы не 10 метр, 50 метр, 100 метрге дейін барып жоғары көтеріліп кете береді. Осы екі биіктіктердің қосындысын геометриялық биіктік деп айтады. Бұл осы биіктікке біз нені сұйықты сорып, айдап, жеткізіп беруіміз керек болады. Сәйкесінше сору биіктігінде сору құбыры тұр, айдау биіктігінде айдау құбыры тұр. Айдау құбыры тұр. Енді сорғы тегеурінін, мына теңдеудің көмегімен есептеуге болады. Жаңа мен айттым, HG деген геометриялық биіктігіміз, HG деген сол биіктікке жеткізіп беруіміз керек. P0 деген бұл жерде қоршаған ортаның қысымы немесе астыңғы сору сыйымдылығындағы қысым. P2 дегеніміз ол не? Тегеурінді сыйымдылықтағы қысымыз. HA дегеніміз айдау құбырындағы кедергілердің шығыны, тегеуріннің шығыны немесе HC дегеніміз сору құбырындағы тегеуріннің шығыны. Осылардың барлығының қосындысы бізге сорғының тегеурінін көрсетеді. Келесі бір теңдеуіміз сору биіктігін анықтауға арналған теңдеу. Бұл теңдеуде жылдамдықтарды көрсетіп тұр. 0 деген теңдеуіміз сору сыйымдылығындағы, қабылдау сыйымдылығындағы жылдамдық болып жатса, V1 дегеніміз сорғыдағы жылдамдық болып жатыр. P1 дегеніміз де сорғыдағы қысым. P0-іміз жаңағы недегі қысымымыз, қабылдау сыйымдылығындағы қысымымыз. Ро деген сұйықтың тығыздығы, Ж деген еркін сүзуі, бұлар енді өзгермейтін тұрақты параметрлер. Енді сорғының жұмысшы мінездемелеріне тегеурін жатады. Сонан соң пайдаланылатын қуат, пайдалы әсер коэффициенті пайдаланылады. Бұлардың барлығын не бойынша сипаттасақ, әртүрлі шығындарды көріп жатсақ, шығын өскен сайын тегеурінімізде азайып келе жатыр. Тұтынатын қуатынымыз көбейіп жатыр. Пайдалы әсер коэффициентіміз алдымен көбейіп, А нүктесіне дейін көбейеді дағы, А нүктесінен кейін қайтадан төмендеп жатыр. Сонда ең үлкен пайдалы әсер коэффициент кезіндегі жұмысшы мінездемелерді осында жаңағы сорғы тиімді жұмыс істейді деп есептелінеді. Сорғының жұмысшы мінездемелерін, сорғының желіге жұмысын мына теңдеулердің көмегімен анықтауға болады. Ең біріншіден, мына геометриялық биіктікпенен қысымдар айырмашылығының биіктігін пьезометрлік биіктік деп айтамыз. Бұны жаңағы статикалық биіктікте белгілеп алсақ, мынау сорғының қажетті тегеуріні мына теңдеумен анықталады. Сол кезде мынау статикалық биіктік қосылған Q квадрат болады. Бұлай жатқан кезінде керекті тегеурініміз шығынымыздың квадратына тәуелді болып қалды. Статикалық тегеурініміз тұрақты деп есептесек, К-ны коэффициентін тұрақты деп есептесек, желінің пропорционалдық коэффициентін тұрақты деп есептесек, шығынымыз не болып жатыр? Шығынның квадратына тура пропорционал болып жатыр. Енді осыларды бойынша теңдеу бойынша график тұрғызатын болсақ, сорғының жұмысшы мінездемелері өскен сайын, шығынымыз өскен сайын төмендеп жатыр. Желінің тегеурін шығыны ол неғып жатыр? Көбейіп жатыр. Екеуінің қиылысқан нүктесінде біздің сорғымыз желіге өте жақсы жұмысы тиімді, экономикалық тұрғыдан тиімді болып жұмыс істейді деп есептелінеді. Енді сорғылардың конструкцияларын қарастырып көрейік. Ең бірінші, ең көп қолданылатын сорғылардың бірі ортадан тепкіш сорғы.
ортадан тепкіш сорғы дегеніміз астында мына жерден жаңағы сору құбырынан сұйық алынады. Сөйтіп ортасынан кіреді. Ненің доңғалақтың ортасынан кіреді. Доңғалақтың бетінде қалақтар тұр. Қиғаштанып қалақтар тұр. Сол қалақтар айналған кезінде неге сұйығымызға энергия береді дағы, айдау құбырына апарып олардың қысымын жоғарылатып жібереді. Сонда мынау айдау құбыры болады дағы, айдау құбыры болады. Мынау сору құбыры. Ортасында сорғы, ортадан тепкіш сорғымыз тұр. Мынау конструкциясының несі тәсімі, ортадан тепкіш сорғының. Енді неде өндірісте өте жиі кездесетін сорғылардың біреуі, оларды не піспекті сорғы, немесе оларды көбінесе жаңа неде поршынды сорғы деп атайды. Мынау піспекті сорғының қарапайым несі жұмыс істеуі. Мына поршынымызды иінді жаңағы немен айналдырамыз, дөңгелекпен айналдырамыз, иінді жаңағы иінмен айналдырамыз. Сол кезде поршынымыз ілгерілемелі, кейінді қозғалып тұрады. Поршынымыз кейін қозғалған кезінде, сонда солдан оңға қарай қозғалған кезінде, мына астынан сұйық сорылады, ішінде қысым, цилиндрдің ішінде қысымы азаяды дағы, оған не қылады? Сұйық сорылады, сұйық толады. Сонан соң поршынымыз оңнан солға қарай ығысады. Мысалы, поршынның жаңа астындағы сұйық қысыла бастайды деген. Екі клапында жабық, сору клапында, мына жерде айдау клапында екеуі де жабық. Сұйық сығылған кезде оның қысымы өседі дағы. Мына жерде айдау клапаны ашылып, жоғары қысымменен сұйық тұтынушыға жіберіледі. Бұл процесс қайталанып отырады. Сонда піспекті сорғы болды. Бірінші цилиндр, гидро деген сөз жаңағы сұйық толтырылып тұрады деген сөз. Екінші піспек, поршын деген. Үшінші сот ашық деп жаңағы не деп жатады, сырық деп жатамыз әртүрлі. Сосын төртінші камера, жұмысшы камера. Сосын сору құбыры, мына жерден бесіншіміз. Алтыншымыз айдау құбыры. Жетіншіміз қос иін. Жетіншіміз мынарда қос иін деп айтып, иінді білікпенен коленчатый вал деп айтамыз ба. Сол иінді білікпенен поршынды ілгерілемелі, кейінді қозғалысқа түсіріп жатамыз. Дәрілер өндірісінде тағы бір қозғалатын сорғының бір түрі ол тісті сорғылар. Тісті сорғы деген екі тісті дөңгелектарды айналған кезінде олардың арасында сұйық сығылып қалып, жоғары қысымменен екінші жағына жіберіледі. Бірінші доңғалақтар бірін-біріне жаңағы тістері кіріп тұр. Екіншіміз оның несі корпусы. Сорып алады, бір жақ шетінен сорып алады, екінші жақ бетінен айдап шығарып жатыр. Тістер өте арасында жаңағы қазында тұрған күйінде өте бір-біріне жақын жатып, ешқандай көлем қалдырмайтын болғандықтан, екеуінің сору жағы мен айдау жағы бір-бірімен тек доңғалақтардың тістері арқылы, жоғары жақтар арқылы ғана байланысып тұрады. Сонан соң дәрілер өндірісінде ең бір жиі қолданылатын және пайдалануға ыңғайлы болатын сорғының бір түрі ол монтажу деп аталады. Монтажу. Бұл жерде қозғалып тұрған бөлшектер жоқ, сондықтан бұларда өртке қауіпсіз болады. Бұны жаңағы жұмыс істеуі, сығылған газбенен сұйықты ығыстырып шығару. Мысалы, мына жерде біріншіміз сыйымдылық, екіншіміз толтыру краны. Бұл жерге кран арқылы сұйықты толтырамыз. Үшінші кранымыз ауалық кран. Бұл жерде жаңағы шығарып, босатып, теңестіріп тұрамыз, балға бастап енді. Сосын төртіншіміз сығылған ауа краны, төртінші компрессор арқылы сығылып, ауаны сығып береміз. Содан кейін бесіншіміз ығыстыру краны. Осы кезде төртінші кран арқылы жоғары қысымды ауаны берген кезімізде сұйықтың бетінде жоғары қысым туындайды дағы, астында сол қысымменен сұйық мына бесінші құбырға немесе кранға ығысып келеді. Сөйтіп шыға береді. Бұл жерде ең бір несі өртке қауіпсіздігі. Ешқандай қозғалып тұрған механизмдер жоқ. Бұл сорғыны
монтеждеу деп атаймыз. Осымен кезекті дәрісіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.